Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі кәсіби одақ ұйымдарының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтады. Қазіргі уақытта кәсіподақ ұйымдарының қоғамдағы рөлі мен орны қандай, мәселелерді қалай шешіп жатыр, мүмкіндіктері қандай? Аталмыш сұраққа жауапты біз дәл осы басты тақырыпта алатын боламыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, өздеріңізбен әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін біздің студиямыздың қонағы тақырыпқа сай Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының орынбасары Мирболат Жақыпов мырза, қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Жақсы. Өтіп сұрап жатқаным мынау кәсіби мереке екен. Кәсіби мерекеңізбен тағы да құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. Биыл 114 жыл толып отыр, осы кәсіподақ ұйымының құрылғанына. Енді кезінде бұл қажеттіліктен туды. Ал дәл қазіргі уақытта бәрін қызықтыратын сұрақ, осындай республикалық ұйым глобалды қандай сұрақтарды шешіп жатыр? Жақсы, біріншіден құттықтауларыңызға рахмет. Ол енді жақында біздің үкіметіміз қаулысымен осы 10 қазан күні кәсіподақтар күні деп мәртебесін берді ресми. Сол бүгінен сол мерекелеп жатырық. Кеше жиналыс өткіздік, марапаттадық өзіміздің кәсіподақ белсенділерді. Тек қана кәсіподақ белсенді емес, мына үлкен кәсіпорындардың басшылары да бар ішінде. Жақсы әлеуметтік көмек көрсететін өздерінің ұжымдарына. Оларды да атап өттік. Енді бұл 1990 жылы 10 қазанда кәсіподақтар съезінде өздерінің декларациясы қабылдаған. Жаңа енді егемендігіміз, тәуелсіздік алғасын. Содан басталады. Бұл біздің мейрамымыз. 10 қазан деп айтқанымыз. Енді кішкентай аздап тарих айтып кетейін. Осы жаңа 114 жыл дедіңіз ғой. Ол шынында 1905 жылы Успен кен орнында 7 жұмысшы, соның ішінде қазақ жігіттері де бар. Солар ең бірінші кәсіподақ ұйымын құрған. Содан бері міне үлкен тарих. Қазір енді біз... Олар, сол жігіттер жаңағы жалақының аз екенін, әлеуметтік жағдайдың көтерілу қажет екенін бірінші рет көтеріп, ұйым ретінде. Сосын сол бәрін шешті. Содан бері саны көбейді. Қазір бізде 2 миллиондай мүшеміз бар. Дәл осы сәтте біздің дайындаған графикамыз бар, бере берсеңіздер болады. 2 миллиондай мүшеміз бар. 18 мыңдай бастауыш кәсіподақ ұйымдар бар. Енді үлкен мақсаттар тұр. Әрине, қазір енді өзіңіз білесіңіз, мына елбасымыз тапсырғандай, еліміздің, жұмысшылардың, қызметкерлердің өмірінің сапасын көтеру. Ол ең бастысы әрине еңбеккерлер. Ол жалақы, ол еңбек жағдайы, ол әлеуметтік көмек, әлеуметтік мәселелерін шешу. Ол енді мына заңсыздық болып жатса, соны қорғау. Мирболат мырза, нақты мысалы фактілерге көшейік. Мысалы, енді өзіңіз білесіз, соңғы уақытта көп балалы аналар дейміз, жалпы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар өзінің мүддесін қорғап, үкіметтен белгілі бір көлемде сұрап жатыр ғой, көмектесуін, жәрдемақылар сұрап жатыр деген сияқты. Енді оның көбісі жұмыс істейтін жұмысбасты аналар. Мәселен, осындай әлеуметтік жағынан аз қамтылған топтар, әр жұмыс орнында қаншалықты ескеріледі? Кәсіподақтың тарапынан оларға қандай да бір көмек көрсетіле ме? Ол осы топтарға, ең бірінші осы топтарға көмек көрсетіледі. Әрине, кәсіподақ мына жұмыс істеп жүрген қызметкерлерге ең бастысы. Ол тағы да ол жалақы мәселесі. Әсіресе осындай топтар төменгі жалақы алатындар көбінесе. Сол мәселені біз үкіметпен бірлесіп, біз үкіметпен жұмыс берушілермен және кәсіподақ үш жақты 18 жылы үлкен бас келісімге қол қойғанбыз. Сонда сол келісімде осы барлық мәселелер бар. 20 жылға дейін 3 жылға қол қойғанбыз. Соның аясында жұмыс істеп жатырық. Әрине, бұл жерде экономика жағдайына байланысты әрине. Енді
көбейтіп жалақыны көбейте алмайды, әрине. Бірақ қазір біз ең төменгі алатын жалақыларды солармен айналысып жатырмық. Биылғы жылға 42.500 теңге ғой егер. Ол енді елбасының жолдауының арқасында былтыр қазан айында 2 есе көтерілген. Енді оған мыңда бір рахмет әрине. Жаңағы қол қойылған 3 жақты меморандум, ол. Сол меморандумның келісім шарт деп атайық. Соның аясында сіздер өз тараптарыңыздан ұсыныс беріп отырасыздар ма? Мәселен, ең төменгі жалақыны көтеру, болмаса мынандай жәрдемақы берілуі тиіс деген сияқты. Мысалы, кеше мемлекет басшысы мына көп балалы аналарға жалпы қолдау керек екенін, жәрдемақы беру керек екенін атап өтті ғой. Сондай сияқты бір ұсыныстар бере аласыздар ма өз тараптарыңыздан? Біз ондай ұсыныстарды әрдайым беріп жүрік. Бірінші әрине еңбек министрімен, экономика министрлігімен, сосын үкіметпен келісіп, кей жерде айтысып, міндетіміз солай ғой. Біз енді мына құқығын қорғауымыз керек, қызметкерлердің. Барлығы ұйымдасқаннан соның арқасында ғой. Біз тікелей үкіметке шыға аламыз, министрліктерге шыға аламыз. Жалғыз қызметкер ол шыға алмайды ғой. Оның өне де жетпейді мысалы. Біз соның бәрін сараптап жасап, сараптама ұсыныстар беріп отырық. Қазірде мысалы осы ең төменгі жалақы алатындар бір, сосын әлгі базалық лауазымдық жалақы деген бар, БДО дейді. Ол да төмен. Ол ең соңғы рет 11-ші жылы көтерілген. Көлемі қанша оның? 17.500 жарым. 17.500. Аз екен расында. Кейде 30%-ке көбейттік дегенде сол 17-тен бастап санайды. Ол әрине төмен, өте төмен. Оны біз қазір ұсынып отқанымыз мысалы ең төменгі жалақымен теңестірсе деген әңгіме. Онда 42.500 шыға келеді. Ол енді әрине әділеттілік жағын біз айтып отырық. Неге десеңіз, әлі төменгі жалақы алатындар бар. 50.000, 80.000, 60.000. Оның ішінде қызметкерлер бар, жұмысшылар бар. Төменде мысалы ауруханаларда істейтін. Бәріміз жинақтап, бақылап, көтеріп отырық. Және қазір мына еңбек министр болып тағайындалған көбі не мәлім болар. Ол біздің федерацияның төрағасының бірінші орынбасары болып істеген Азамат Біржан Рымбетов деген. Ол кісі біледі қазір. Бізде істеді, бүткіл жағдайды қазір өзі көрді. Ішінен біледі дейсіз ғой. Ішінен біледі, Соған біз сенеміз, жақсы келісімге келетінімізді. Жақсы. Мерболат мырза, жалпы республика бойынша қанша кәсіподақ ұйымы бар қазір? Қазір 3 үлкен ұйым бар. Біздің федерация, кәсіподақ федерациясы. Және еңбек бізде 2 миллионға жуық мүше бар. Екіншісі ол еңбек конфедерациясы, онда бір 700 мыңға жақын. Үшінші аманат деген ұйым бар, бірлестік. Онда бір 100 мыңдай болар. Олар енді кішілеу, ең үлкені біздер әрине. Мемлекеттік статус бар ма? Осы 3 компанияның біреуінде әлі барлығы? Жоқ, біз тіркелгенбіз, заңды түрде, осы үші. Енді бізде... Жарнасы, төленетін жарнасы әртүрлі ма? Әртүрлі болар, ол келісім бойынша. Біздің жарымыз бойынша 1% жалақыдан төленеді. Қанша төленеді? 1%. Айлық жалақыдан? Айлық жалақысынан. Сол ақшаға сосын әр шаралар ұйымдастырамыз. Қазір мына татуласу орталықтарын құрдық. Ол да мына кейде дау-дама болады ғой. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасында. Соларды сотқа дейін жеткізбей, келісім комиссиялар бар. Сол осы орталық, татуласу орталықтарында 3.000-дай өтініш түсті мысалы. Соның 2.000 жақсы әділетті шештік, көмектестік. Татуласу орталықтары әр орталықта орналасқан ба? Облыс орталықтарында? Әр облыста, әр үлкен біздің астанамызда, Алматы қаласында 16 сондай орталық бар. 16 орталық. Оны енді біз жоғарғы сотпен меморандумға отырып, солай келістік, бірігіп. Сотқа дейін жеткізбейсіздер, істі сол жерде қарайсыздар. Адвокаттар бар, психологтар бар, медиаторлар бар.
Кәсіподақтың бір үлкен мақсаты ол медиациямен айналысып, Иә. сол сотқа дейін жібермей, бәрін екі жақты келістіріп, енді жаңа өзіңіз айтып өткен 3000 өтініш түсіп отыр, иә? Соның 2000 қанағаттанарлық деңгейде шешілді. Қалған 1000 сонда? Қалған енді түсіндірдік. Бірақ түсінгенім қалған 1000 ол жұмысшының ол әртүрлі жағдай. Жұмыс берушінің жағына қарай шешілген сияқты ғой негізі. Ондай да бар, әрине. Кейде қызметкерлер өздері бір қателіктер жібереді, жауапкершілік жағынан, осалдық жағынан болады. Әртүрлі ғой енді. Бірақ көбінесе біз көмектесіп шешіп отырмыз. Енді мынау жұмыс берушілердің тарапынан жаңағы орталықтарға келу дер кезінде, сол медиациялық қадамдарға бару және сіздерді бір мойынсыну қаншалықты? Әсіресе мынау ірі жұмыс берушілер бар ғой, мысалы металл өндіретін ірі кен орындары деген сияқты, ArcelorMittal деген сияқты мысалы. Үнемі Атырауда орналасқан бірнеше мұнай компаниялар, өзіңіз білесіз, сол компанияларда көбінде мынау жұмысшылардың құқығы қорғалмай жатады деген сияқты. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, кәсіподақ бар жерде ол келісімге келеді көбінесе. Ал енді осы жаңа айтып кеткен мысалы Атыраудағы компанияларда ол жерде дау шықты ғой, әртүрлі. Соңғы рет болған дау мысалы. Жоқ, мүлдем. Мүлдем жоқ. Сондықтан да сондайға барып тіреліп жатыр. Кәсіподақ бар жерде басшылар біледі, кәсіпорындардың басшылары. Кәсіподақтың басшылық екі столға отырып, келісім шартқа келеді. Неге Мерболат мырза өз тараптарыңыздан ұсыныс жасамайсыздар? Қазір сол кәсіподақ жоқ жерге барып, біздер үгіттеп, түсіндіріп, жұмысшыларға кәсіподақ ашуыңыз керек, ол сіздерге керек деп, мүдделеріңізді қорғайтын кәсіподақ деп. Ол барлық жерде, мысалы, батыста да, үлкен мемлекеттерде де ол кәсіподақтың орны бөлек, ол рөлі де біздің елбасымызда айтып кеткен. Біздің қазақстандық кәсіподақтар ол тұрақтылықтың тірегі және әлеуметтік еңбек қарым-қатынастардың базалық элементі деп сондай үлкен баға берген елбасымыз. Мерболат мырза, енді қараңызшы, жаңа айтып өттіңіз ғой, өзіңіз республика бойынша қанша мүше бар сіздерде? 2 миллиондай бізде. 2 миллиондай мүше бар. Сіздер үлкен күшсіздер, е? Бірақ не себепті осындай үлкен компаниялар, кәсіподақ ұйымдары жоқ ондай компанияларда? Демек, бұл компаниялар жеке өздер шешетін болып тұр ғой демек, е? Кәсіподақ ұйымы құра ма, құрмай ма? Оны енді өте жақсы байқадыңыз. Көп әсіресе кей шетелдік басшылар, компаниялардың шетелдік компаниялар басшылары, олар кәсіподақ құрғанды қаламайды. Неге десеңіз, ол ұйым болып қарсы шығады, мысалы, сөйлесуге. Бөлек-бөлек қызметкерлерді олар басып тастайды, мысалы. Сондықтан біз ұжымдарға барамыз. Жұмысшылардың өздерімен тікелей сөйлесіп, олар құрады. Құруға қарсылық білдіруге болмайды. Ол мына кәсіподақтар туралы деген заң бар, әдейі. Сол жерде тікелей жазылған. Қарсылық жасайтындар, олар жауапкершілікке тартылу керек. Сондықтан оны шетелдік компаниялардың басшыларына да осыны айтамыз. Олар одан кейін жарайды, өздеріңіз біліңіз деп, сөйтіп қазір сан көбейіп жатыр, шынында да. Жаңа Атырауда болған жағдайдан кейін сіздер ұсыныс жасап көрдіңіздер ме? Дәл сол компания қабыл алды ма олар? Федерация төрағамыз Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов Атырауға барды, ол басшылармен кездесті, шетелдік басшылармен кездесті, жұмысшылармен кездесті, жақсы талқыланды. Ондай кәсіподақ құру керек. Сосын кәсіподақ бар жерде ол ұжымдық шарт қол қойылады. Сол шарттың ішінде барлығы көп нәрсе жазылады, көп нәрсеге келісіледі. Жалақы жағы, еңбек жағдайы, еңбек қауіпсіздік жағдайы, басқа да әлеуметтік көп мәселелерді сол жерде екі жаққа отырып, келісіп, қол қояды, және оны сосын орындауға міндетті компания басшылары. Ол орындалмаса, онда сотқа жүгінуге болады. Сондықтан кәсіподақтың үлкен мақсаты, үлкен жұмысы осы.
Жақсы, Мирболат мырза, енді жаңа сіз айтып өткен 3 кәсіподақ ұйымының жарнасы әртүрлі болуы мүмкін деп жатсыз, е? Сіздердегі жарна табыстың 1%. Осы табыстан, яғни табыстың 1%-нан құралған жарна есеп беріле ма бұл жарнаға? Қайда жұмсалды, қанша көлемде ақша жиналды деген сияқты? Өте орынды сұрақ. Оған осы соңғы кезге дейін ол әдейі жазылмаған. Бірақ біз жаңа басшылық келіп, осы біздің жарғымыз устав дейді ғой. Соған әдейі енгіздік. Есеп жыл сайын берілу тиіс. Соны қазір әр тиын қайда кеткен. Мысалы, мына бүгін кәсіподақтар күні, мейрам күні, біздің федерацияның төрағасы Арыс қаласында үлкен салтанатты шараға қатысты. Ол не шара? Ол енді биыл білесіңіз, Арыс қалалықтарымен біз бірге болдық. Соған біз федерацияның атынан сыйлық ретінде қалаға кіретін үлкен бас қақпаға, осы федерациясының қаржысына 35 миллионға үлкен қақпа салдық, салып бердік. Қаланың атауы жазылған. Қалаға кірерде жақсы жолдың бойында. Оған енді жақсы ризашылықтар да айтып жатыр. Бүгін сол ашылуына қатысып, сонда тек әлгі мерекелік тойлап жүрген жоқпыз. Біз нақты іспен айналысып, нағыз біздің енді биылғы Арыс қаласының мәселесі болды ғой. Соған көмек ретінде мысалы қаржы соған жұмсадық. Басқа да көмек жасап жатырық мына кәсіподақ мүшелеріне. Біздің санаторияларымыз бар, демалатын, емделетін біздің кәсіподақ мүшелері. Онда да бағалар өте төмен. Мысалы, онда біз көмектесіп отырық. Санаторияларға инвестиция жасап, ремонтын жасап, жағдайларын дұрыстап, тамағын, емдеу жағын, медицина жағын. Сіздерге тиесілі... Сол барлығы осы ақшалар сонда кетіп жатыр. Бұл сіздерге тиесілі шипажайлар ма, әлде жеке шипажайлармен бір келісім шарттар бар, тек біздің тиесілі. Сіздер қанша шипажай бар? Кәсіподақ санаториялары, шипажайлары. Бізде 8 шипажай. Қай әр облыста, жан-жақта біздің еліміздің. Мысалы, осы Боровайда бар жақсы үлкен, кезінде ең үлкені болған. Мына Мойылда, Павлодарда, Сосновый Бор деген Қостанай облысында бар жақсы санаторий. Батыста Ақжайық шипажайы. Енді Қызылорда облысында Жаңақорған деген жақсы шипажай. Өте тиімді емдеу береді. Оңтүстікте бұл шипажайларға тегін демала ма? Манкент өте аз. Төмен бағада, үлкен жеңілдікпен демалады. Оңтүстікте Манкент деген. Енді Жамбыл облысында Мерке Радон шипажайы. Енді Алматының өзінде Көктем деген. Жетіп жатыр жан-жақта, керемет табиғатта. Бірақ 2 миллион адамның шипажайлар бәрінде демалу мүмкін емес шығар, енді дегенмен кезекпен ең болмаса, иә? Онда енді басқа шипажайлар қарағанда бірнеше есе төмен. Жақсы, тағы бір сауал қоя кетсем деп отырмын. Сіздердің тараптарыңыздан, парламентке ұсынылып көтерілген заң жобалар бар ма? Соның ішінде мен естуім бойынша педагогтардың статусы жөніндегі заң? Бар. Қаншалық нәтиже беріп жатыр? Біз енді заңнамалық жағынан да ұсыныстар бердік. Қазір мәжілісте қаралып жатыр. Онда бірнеше ұсыныс. Оның ішінде өзіңіз айтып кеткендей ұстаз статусы, ұстаздардың. Сосын мына кәсіподақтың туралы заңға бірнеше өзгерістер енгізуіміз керек. Жеңілдету жағын. Сосын еңбек кодексіне де бар өзгерістер ұсыныстарымыз. Енді депутаттармен жұмыс істейміз. Бұл енді талқыланып жатқан заң жобалар ғой қазір, қазір парламент қабырғасында талқыланып жатқан. Бүгінгі күнде. Осы заң жобаларына ұсыныс берер кезде, сіздерде бір арнайы сараптамалық комиссия құрылама, әлде жергілікті жерлердің әр өңірден болады ғой бір ұсыныстар жинап, алдымен халықтың көңіл күйін біліп, пікірін біліп деген сияқты? Ол енді біз көңілінде, пікірінде күн-түні білеміз. Осы жаз бойы 6 ай мен өзімде қатыстым жұмыс тобына, осы заңнамалыққа ұсыныстар дайындау. Жан-жақты барлық біздің кәсіподақ салалардың басшылары қатысты, мамандары қатысты, сөйтіп талқылап, әйтеуір бірнеге келісіп, үкіметке ұсынысымызды бердік, үкімет қолдады.
Ол жағынан неге десеңіз, мына халықаралық еңбек ұйымы бар. Олар да осыны қарап отыр, бағып отыр. Ол жерде аздап заңнамалықта бір кемшіліктер бар екен. Соны олар айтып, соны дұрыстаңыз деп, олар да ақылдарын айтты. Бірақ өзімізде сезіп, соны ұсыныстар жасадық. Жұмыс жүріп жатыр. Депутаттар қолдайды деп ойлаймын. Иә, бізде сөйтіп сенеміз енді. Сіздер берген ұсыныстар, олар жаңағы жұмысшы, халықтың құқығын қорғайтын ұсыныстар шығар деп сенеміз. Енді кәсіподақ ұйымының халықтың кәсіподақ ұйымына деген сенімін арттыру үшін қазір қандай бір шаралар қажет деп ойлайсыз? Әлде жеткілікті деңгейде ме? Біз кәсіподақ, халықтық кәсіподақ боламыз деп жүрік. Болуымыз керек. Тек қана әлгі жұмыскерлер, жұмысшылар, қызметкерлердік емес, бүкіл халықтың. Неге десеңіз, әр қызметкердің өзінің отбасы бар, балалары бар, тума-туыстары бар. Оларда бәріне мысалы қызметкердің сол жалақысына қарап отқандары болады. Солай ғой? Сөзсіз. Сондықтан олардың әлеуметтік жағдайы, жалақысының деңгейі, ол барлығы басқа бірталай адамдарға, бірталай халыққа әсер етеді. Сондықтан біз әрине бәрін ойлаймыз. Көпбалалы аналарды да, басқа да топтар үшін өзіңіз жақсы айтып кеткендей. Сондықтан біз халық кәсіподағы деп. Лайым, сол ниеттеріңізге жетіңіздер. Тағы да мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Келіп студиямызға пікір білдіргеніңізге шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Дәл осындай күні, той тойлайтын күні келіп студиямызға пікір білдіріп жатсыз. Рахмет. Ал ардақтағайын, сіздермен келесі түскенше аман сау болыңыздар дегім келеді.